Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балаларымның өте сүйсініп жейтін асының бірі, яғни небәрі 5-ақ минутта дайын болатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, дәл осы рецепт түрімен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Құрамы өте қарапайым әрі қолжетімді заттардан тұрады. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен осылай үккіштен өткізілген сыр және де алдын ала турап алынған колбаса қажет болады. Міне, ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 100 грамм айранымызды құйып, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, шамалы дәміне қарай тұзымызды, одан кейін венчиктің көмегімен осылай жұмыртқамыз бен айранымызды араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне 2 қасықтай ұнымызды және де пиццамыздың қамыры өте жұмсақ болу үшін 1 ас қасық майонез қосып, осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Табамызға шамалы май құйып, табамызды жақсылап майлап аламыз. Одан кейін үстіне алдын ала дайындалып алған массамызды құйып, қақпағын жауып, 5 немесе 7 минут аралығында астыңғы беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, осылай асты қып-қызыл болып піскен уақытта келесі бетіне аударып, одан кейін дәл осы бетіне майонез бен кетчупымызды қалауыңызша жағып, дәл осы ретпен келесі кезекте алдын ала үккіштен өткізіп алынған сырымызды біркелкі етіп жайып төсеп шығамыз. Міне, барлығын сеуіп шықтық. Ендігі кезекте дәл осы сырымыздың үстіне алдын ала турап алған колбасаларымызды да қойып шығамыз. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Міне, дәл осы ретпен колбасамыздың да үстіне шамалы сырымызды осылай себелеп шығамыз. Одан кейін қақпағын жауып, тағы да 5 немесе 7 минут аралығында қалдырамыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан пиццамыз дайын. Пиццамызды өз қалауымызша кесіп, ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Дәл осы рецепт түрімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасалуы өте қарапайым әрі қолжетімді заттардан тұрады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.